Энергия дегенimiz не? Бұл орталыққа кірген кезде балаларымыздың жетістіктерін көргендегі бойды билеп алар ерекше сезім. Шын мәнінде көптеген балалар біздің орталығымызға келмей тұрып, үйде төрт қабырғаның ортасында немесе арнайы түзету мектептерінде бәрінен оқша өмір сүрген. Ал біздің орталық олардың дос тауып, шығармашылық қабілеттерін ашуға көмектесетін ортаға айналды. Олар басқалармен қарым-қатынас орнатып, білімде жетістіктерге жетуде. Еріктілер қатарында жүріп, мен балалар ауруханаларында сайқымазақ болып өнер көрсеттім. Аз қамтылған отбасылардың балаларын оқыттым. Содан кейін балалармен жұмыс істегім келіп, инклюзивті білім беру мамандығын меңгердім. Біз топ болып, елордада инклюзивті білім беру орталығын ашамыз деген шешім қабылдадық. Ғимарат пен қаражат іздеуден бастап, қызметкерлерді даярлау мен бағдарлама әзірлеуге дейінгі барлық деңгейден өттік. Біз кімбіз? Біз әлеуметтік кәсіпкерлерміз. Біздің кәсібіміз нақты әлеуметтік мәселені шешуге бағытталған. Басқа кәсіпкерлер сияқты біздің де міндеттеріміз бар. Есептер, өзін-өзі өтеушілік, керек десеңіз, бүгінде бәрінің аузында жүрген инновациялылық. Себебі біз нақты қалада өзекті әлеуметтік мәселенің сауатты шешімін ұсынуға дайынбыз. Барлық мәселені мемлекет шешуі тиіс деп үміттеніп отыра алмаймыз. Бүгінде Education for All орталықта дамуында ерекшеліктері бар 40-тан астам бала білім алуда. Біз үшін балалар басқалар сияқты жүріп тұра алатын, ешкімде оларды өзгертеміз, емдейміз демей, керісінше олармен достасып, әңгімелесіп, бір-біріне көңіл күй сыйлай алатын орта қалыптастыру маңызды. Сонымен қатар, біз балаларды бір-бірінің ерекшеліктерін қабылдауға, еркін ойлауға баулимыз. Бұл өзгерістер әрбір адам өзін қоғамның тең құқылы, аса маңызды мүшесі ретінде сезіне білу үшін қажет. Күн сайын осында келгенде біз бұны дәлелдейміз.